Ота үстінде көз жұмды Ақтаулық келіншек жоғары және төменгі қабағын, мұрын, қалқасын түзетемін деп елордалық жекеменшік клиникалардың біріне жүгінген. Бәрі ойдағыдай еді, тек жоспарлы операция кезінде 59 жастағы елдің демі үзіліп, емінің соңы қайғылы аяқталған. Марқұмның жақындары емханаға шағым түсіріп, полицияға арыз жазғаны сол еді. Бұлықтың бәрі осы кезде ашылыпты. Сөйтсе, жеке клиниканың медициналық қызмет көрсетуге рұқсат беретін бірде-бір лицензиясы болмаған. Жарнамасы жер жарған мекеме қызметін заңсыз жүргізген екен. Қызығы жазаны жеңілдетейін деді ме, клиника қайғылы жағдай болған күннен кейін бірден лицензиясын жасап алыпты. Бірақ қазір бұл құжаттың күші жойылған. Ең бірінші көрсеткіші операция не эстетикалық жағынан. Отау жасағаны верхняя блефаропластика, нижняя блефаропластика, енді веки оперировали. И риносептопластика. Осы жасап болғаннан кейін, сол күні ол науқас қайтыс болды. Тексеріс тек қана лицензия бар адамдарға жүргізіледі. Лицензия жоқ жекеменшік кәсіпкерлерде, лицензия жоқ болғаннан кейін, ол ешқандай информационный программада көрінбейді. Сондықтан тексеріс жүрілмейді. Әзірге пациенттің нақты неден көз жұмғаны белгісіз, оны сараптамаға қорытындысы көрсетеді. Ал марқұмның ұлының айтуынша, анасына отаны бұған дейін 22 жастағы қыздың мұрнына операция жасаған дәрігер жүргізген. Бұл бойжеткен жоспарлы емнен соң 6 ай комада жатыпты. Дегенмен жауапты органдар ақпаратты растағанда, теріске шығарғанда жоқ, тергеу мүддесіне сай өзге ақпарат таратылмайды дегенмен ғана шектелді.